Мен 2003-те ағамды Павлодар облысы Шарбақты ауданына әкелдім. Көшіріп әкелдім де, мен отпускке шыққан кезде әкелдім. Сол кезде таң қалдым. Павлодардың кішкентай алақандай ғана ауданы Шарбақты деген. Сонда көшіп әкеліп орналастырдық қой. Яғни Өзбекстанда біраз адам көшіп келген кезде. Сол кезде сол ауданның орталығында қарттар үйі бар екен. Сол ауданның кемпір шалдарын өзінің әке шешесін апарып тастайды. 68 қарттың 60-ы қазақ кемпір шалдар, қалған 8-і өзге ұлт өкілдері. Өзбекстанда жоқ па? Жоқ. Ол бізде Өзбекстанда мен сізге айтайын. Ташкенттің бір-ақ жерде бар Ташкентте, бірақ оның отырғандардың басым көпшілігі 300-дей ма, мүгедегі бар, анандай әке шешесін тастап, өзге ұлт өкілдерінің балдары. Бір өзбек туған әке шешесін апармайды. Өліп баратса да, мен өзбекмін, өзімге бекмін, деп бауыздап сой, өзбек сөйтеді. Бірде-бір өзбек туған әке шешесін апармайды қарттар үйіне. Ол бір ма? Есептейік. Бірінен бастайық. Ондай нәрседен ұлттық қауіпсіздік қызметінде қызмет істеп келдім Өзбекстанда. Иә. Ондай қарттар үйі деген